Bir ай бойы күніне 100 реттен жаттығу жасау. Bir ай бойы күніне 100 реттен жерден көтеріліңіз. Планкада тұрып, шынтақты бүгіп, жазу арқылы кеудені көтеріп түсіру жаттығуы. Осыдан кейін денеңізде қандай өзгерістер болатынын көресіз. 100 рет жерден көтерілу жаттығу залының әсерін беріп, күшті арттыруға және бұлшықет массасын ұлғайтуға қауқарлы. BuzzFeed'тің бас редакторы Сэм Страйкер фитнес сынақтан өтіп, бір ай бойы күніне 100 реттен жерден көтеріліп жаттыққан бірнеше әріптесінің видеосын көріп шабыттаныпты. Сэм физикалық жай күйі тәп-тәуір болатын. Ол жарыстарға қатысып жүрген суда жүзуші және хаузда аптасына 5-6 реттен жаттығып тұрады. Алайда жас ұлғайған сайын физикалық күйді ұстап тұруға көп күш пен қыруар қаражат кетеді. Жаттығу залына алатын абонемент, жеке бапкер немесе фитнес курстар. Жаттығу залына баруға қарағанда жерден көтерілу жаттығуы тегін және көп уақытты қажет етпейді. Сэм жерден көтеріліп жаттығу спортзалда жаттыққандай бола алатынын, күшін арттырып және бұлшықет массасын ұлғайта алатынын тексеріп көруге бел буды. Дұрыс техника. Сэм фитнес сынақты бастамай тұрып, сертификаты бар бапкер Эстри Сноумен кеңесіп, оның айтқан бірнеше ақылын тыңдады. Жаңа бастап жатқандардың басты қателігі арқа мен кеудедегі бұлшық еттердің болбырлығы. Жерден қолмен итеріп көтеріліп жатқан кезіңізде денеңіздің бұлшық еттері планкада тұрғандағыдай қатты болуы тиіс. Әр жаттыққанда 10 рет жерден көтеріліп, жаттығуды 10 рет қайталаудан бастаңыз. Осының өзі жеткілікті. Егер бұдан артық істей алсаңыз, әр жаттығудағы жерден көтерілуді 15-20 ретке дейін қайталап істеуіңізге болады. Ал егер де бұлшық еттеріңіз ауырсынса, 5 рет қана қайталағаныңыз дұрыс. Егер 100 рет жерден көтерілуге шамаңыз жетпейтіндей көрінсе, 20 рет көтерілуден бастаңыз. Оның үстіне толыққанды істей алатын болғанша, жерден көтерілуді тізеңіз арқылы орындай берсеңіз болады. Жаттығу мен өзіңіздің денеңіздің түйсігіне көңіл бөліңіз. Егер ауырсыну сезімі пайда болса, жаттығуды шұғыл тоқтатыңыз. Дұрыс техниканың маңызы өте зор. Егер сіздің жаттығуларыңыздың жерден көтерілумен ұқсастығы шамалы болса, уақытыңызды босқа сарп етпеңіз. Техникадағы кеткен қателік жарақат алдыруы мүмкін. Жерден көтеріліп жаттығу уақытының да маңызы бар. Егер сіз бозторғай болсаңыз және таңертең өзіңізді жақсы сезінсеңіз, жерден көтерілулердің көбін түске дейін әл ауқатыңыз кетпей тұрғанда істеп тастауға тырысыңыз. Сынақты аяқтауға не кедергі болады? Фитнес сынақ шамамен ортасына таяған кезде Сэм жерден көтерілулерді таңертең азырақ жасап, оларды кейінге қалдыра беретін болды. Кей күндері ол кешкі астан соң жерден көтерілулердің жартысын да істемегенін бірақ біліп жүрді. Жалпы алғанда оның мотивациясы құлдырай бастады және өзін қинап жалғастыра беру үшін көп күш жұмсау қажет болды. Сізге сынақ аяғына дейін жеткізуге не кедергі етуі мүмкін? Бұлшық еттердің ауырсынуы. Егер денеңізге түсетін бұндай күшке әдеттенбеген болсаңыз, бұлшық еттеріңіз ауырады және де алғашқы күндері ғана емес, көбірек уақыт ауырып жүреді. Кеш батқан, шаршап, ерік жігеріңіздің қоры сарқылған кезде жерден көтерілу жаттығуын өзіңізге жасату қиынға соғады. Шыдай тұруға не көмектеседі? Сэмнің қиындықтарға қарамастан жерден көтерілу жаттығуларын істемеген бір күні де болған жоқ. Сынақ барысында Сэм шыдауға септігін тигізетін бірнеше жақсы нәрсе ойлап тапты. Жүлде берілетін кішігірім квесттер. Әр жаттығу сайын өзіңізді марапаттап тұрыңыз. 10 рет жерден көтерілу, шоколад жеуіңе рұқсат. Тағы 10 рет істесең, сериалыңды көр. Телефонға еске салар орнату. Әр сағатқа 10 рет жаса. Жаттық, жерден көтеріліп жарай ма деген сияқты еске саларлар орнатып қойыңыз. Осылай істесеңіз, өзіңіздің фитнес сынағыңызды ұмытып кетпейсіз және 100 рет көтерілуді кешке қалдырмайсыз. Жаттығуды кез келген жерде жасай беру. Күндіз сіз спортзалда, үйде, жұмыста жүріп жерден көтеріле аласыз. Бас кезіңізде әріптестеріңіздің көзінше жерден көтерілуді істеу ыңғайсыздау болуы мүмкін. Бірақ артынан олар бұған үйреніп кетеді де, сізге бәрібір болып кетеді. Әлеуметтік желілерге посттар жариялау. Сэм өзінің сынағы бейнеленген суреттері мен видеоларын әлеуметтік желілерге салып, достары мен танымайтын кісілерден көптеген хабарламалар алып отырды. Оның істегені көп адамға өзін сынауға шабыт беріп, бір ай бойы жерден көтерілу жаттығуларын жасап көруге талпындырды. Өз сынағыңыздан жұртты хабардар етіп отырыңыз. Әр позитивті комментарий сізді тоқтатып қалмауға ынталандырады. Бұл сынақтан сіздің аларыңыз не? Сэм фитнес сынақтың нәтижелерін тек 3-ші аптаның соңына қарай байқай бастады. Бұлшық еттері әлі ауырып
көп жүрді, бірақ ол өзінің күштірек әлі келбетте сезіне бастады. Бұған қоса оның жүзудегі нәтижелері жақсарып шыға келді. Сіздің сынақтан өту арқылы қол жеткізетін артықшылықтарыңыз: бұлшықет массасы ұлғаяды, кеуде, иық, іш және арқа бұлшық еттері жетіледі. Спорттағы, әсіресе ол спортта қолыңыз белсенді түрде пайдаланатын болса, нәтижелеріңіз жақсарады. Мысалы, жүзу, күш қолданатын жаттығулар, өзіңізге деген сеніміңіз артады. Егер 30 күндік сынаққа төзе алсаңыз, өзіңіз үшін мақтаныш сезімі пайда болатыны анық. Қазіргі заманда бәрі жылдам керек нәтижелерге үйреніп алды және артықшылықтарды лезде сезінгісі келеді. Алайда бұл сынаққа уақыт керек. Бір орында тоқтап тұрып қалмаңыз. Сонда соңына қарай өзіңізді алпамыстай сезінесіз. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.